Бір шайда жоқ болатын пончиктің рецептімен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Өте нәзік, жұмсақ болып шығатын пончиктің рецептін өздеріңізге сақтап алыңыздар. Ең алдымен сүт, сары май, қант және де осындай қаймақты қосып, бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Келесіде онымен разрыхительді араластырып, осылай біздің массамызға аз-аздан салып араластырамыз. Біздің массамыз өте нәзік, осындай болып шығады. Келесіде мен осындай формочка пайдаландым. Формочкамыздың астын осылай майлап аламыз. Массамызды осындай кондитерлік мешочка салып құйғанға ыңғайлы болады. Болмаса қасықтың көмегімен де құйсаңыз болады. Қызып тұрған пеште 180 градусқа 15 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің пончиктарымыз осындай қып-қызыл болып пісіп шықты. Формадан оңай алынады. Кезекте біздің осындай пончиктарымызды шоколадқа матырып аламыз. Мен осындай молочный шоколад пайдаландым. Пончиктарымызды өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен үстіне осылай молочный шоколадпен де әдемілеп қойдым. Және де осындай жаңғақты үгітіп сеуіп қойсаңыздар да дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.